Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Өз ісіне өкінген жан. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Асқар отбасылық өмірден қатты жалыққан. Тапқан ақшасы біріне жетсе, біріне жетпей қатты қиналып жүрді. Қолын бір сілтеп, бәрін тастап, кеткісі келіп жүргеніне де біраз уақыт болып қалды. Тек ұлдарына қарап, бұл ойының дұрыс емес екеніне көзі жететін. Жұмысының мардымсыз айлығы үйінің керек-жарағына жетпесе де, жұмысына сүйрелетіп барып келетін. Солай күндер өтіп жатты. Бір күні, біраз жыл бұрын Нұрсұлтан қаласына кеткен өзінің сыныптасы Қайратты кездестіріп қалды. Онымен ұзақ сөйлескен Асқар Қайраттың бойдақ екеніне, өз билігі өзінде, не ішем, не жеймін демейтін, бала-шағада алаңдамайтынына естіп, ойы бірден бұзылады. Отбасылы өмірдің шаршап сылтау таппай жүрген Асқар үйіне келе салып, «Мадина, мен үйден кетемін» дейді. «Неге жаным?» «Мен бәрінен шаршадым. Балалардың жылаған даусынан, у-шуынан, отбасылық өмірден, біріне жетсе біріне жетпейтін мына қу ақшадан. Мына сенен де жалықтым. Бұрынғыдай сұлу да емессің, қызығатын ештеңен қалмады. Мен кішкентай ұлымызды босанған соң әлі өз қалпыма келмедім ғой жаным, кетпеші» деді жанары жасқа толған Мадина. «Жоқ, мен бәрібір кетемін сенен. Мен қалмаймын мұнда. Ары тұр» деп әйелін итеріп жіберді. Әйелі құлап, басын есікке соғып қаттын ауыртып алды. Осы сәтте сырттай бақылап қарап тұрған 2-3 жасар ұлы айқайлап жылап жіберді. «Анашым, тұрыңыз, сізде бәрі жақсы ма?» деп жүгіріп анасының құшағына тығылды. Ұлының бұл күйін көрген анасы, «Ұлым, сен алаң болма жаным, бәрі жақсы» деп баласын құшағына басып, көзінен жасын сүртті де, тез есін жинап күйеуіне, «Кетсең кете бер, сені енді іздемеймін, хабарласпа, ұмыт бізді енді, келсең кіргізбеймін» деді жайбарақат күйге еніп. Сонда Асқар, «Мен қайта келмеймін, маған бәрібір» деп есікті тарс жауып кетіп қалды. Сол кеткеннен мол кетті. Әркім өз жолымен өмірлерін сүре берді. Арада 5-6 жыл өтті. Әйелі мен балаларын тастап кеткен Асқар саябақта кішкентай балалардың асыр салып ойнап жүргенін көріп, ішінен ойланып, «Қызық, менің ұлым да өсіп қалған болар. Олар мені танымайтын шығар. Мен де олардың көшеден көрсем тани алмаспын. Мадина қандай болып кетсе екен» деп ойланып отырғанда, бір 5-6 жасар бала алдынан жүгіріп өтіп бара жатып, шалынып құлап қалады. «Асқар, абайлап жүр» деп жүгіріп баланы тұрғызып, «Атың кім?» деп сұрады. «Абылай». «Қаншадасың?» «6-дамын». Асқардың жүрегі зырқ ете қалды. Менің кіші баламның да аты Абылай еді. Ол да 6 жасқа толған болар еді деп ойланып тұрғанда, қасына баланың анасы келді. «Әбіш, саған не болды?» деді, жан ұшыра. Баласы болса, «Анашым, мойымдамаңыз, менде бәрі жақсы» деді. Асқар өз көзіне өзі сенбейді. Қасына келген өзінің бұрынғы әйелі Мадина екен. Сасқалақтап не дерін білмей абыржып тұрып қалды да, «Сәлем» деді ерекше үнмен. Мадина түріне бір қарап, «Сәлем» дейді салқындылықпен. Асқар, балалар өсіп қалыпты деп сөйлей бергенде, қасында тұрған баласы «Әкетай» деп жүгіріп кетті. Анадай жерден бір ұзын бойлы ер адам баласын құшақтап, бетінен сүйді де Мадинаға, «Жаным, ол кім?» деп сұрады. Мадина, «Танымадым, өтіп бара жатқан біреу ғой, дүкенді сұрап жүр» деді де суық көзбен Асқарға қарап. Асқар болса аузына құм құйылғандай үнсіз тұрып қалды. «Жаным, жүре ғой үйге, мен саған сүйікті асыңды жасап қойдым» деді екінші күйеуіне қарап. Сыныптасының сөзіне еріп, өмір сүрудің оңай жолын іздеп, өз бақытынан өзі бас тартқаны үшін өкініп, бір сәттік шаршауға, қиындыққа төзбегеніне іштей қайғырып құса болған Асқар, өмірдің мәні мен мағынасы, ең бақытты сәті отбасының қасында, бала-шағасының ортасында аман-есен жүргеннің екенін түсінгендей болды. Бірақ амал қанша, барлығы кеш еді.
кейіпкеріміздің жасаған қателігіне ұрынбай, қандай жағдай болмасын, отбасыңызбен бірге болып, өмірдің тәтті, ащы жақтарын бірге сезіне білудің өзі де бір бақыт емес пе? Ендеше қолымыздағы алтынды бағалай білейік дегім келеді. Өмір бір-ақ рет беріледі, сол өмірді қызықты, бақытты етіп өткізу өз қолымызда екенін ұмытпайық. Құрметті менің алтын тыңдармандарым, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.